Есімім Дәулет, фамилиям Махан. Дәулет Махан. Түсінікті. Неге Шынар? Ау? Неге Шынар? Шынар осы бағдарламадан көріп алдым алдыңғы середнелерін бағдарламаны. Содан бір қылықтары тартты өзімді, содан кейін сауызы мүмкін деп келіп отырмын. Шынар ендеше баста? Ау? Шынар сұрақ қояды сізге қазір. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Жасыңыз нешеде? Жасым 22-де. 22-де? Үйленуге дайынсыз ба? Ау? Үйленуге дайын болып келдіңіз бе? Менен 3 жас кіші екенсіз. Махаббат жасқа қарамайды дейді ғой. Ондайға бір сенген едім. Қарайм екен? Ау? Жасқа? Шынардан сұрап отырмын. Аузың күйген үрлеп дегенде біраз енді уайымдаймыз о жағында. Немен айналысасыз? Жұмыс істейсіз ба, оқисыз ба? Маған ба? Немен айналысасыз дейді сізге? Немен айналысасыз? Енді шын айтсам өнер саласына жақында жаңадан бастап отқаннан кейін қазір осы той саласы бар, өнер саласы бар, сонымен айналысып жүрген жайымыз бар. Өнер саласы болғанда әншісіз бе, бишісіз бе, күйшісіз бе, кімсіз? Ән айтам, той басқаратын кездер болады арасында. Ән де айтасыз, асабасыз, е? Түсінікті. Қай жердің тумасысыз? Тараз қаласының тумасымын. Сейсенбек аға мен Сәкен қуанып жатыр. Сейсенбек аға қарап мен де қуанам, Сәкен аға қуанмай бірақ. Отбасы жайлы айтып кетсеңіз, неше ағайындысыз? Отбасында 4-іміз, 2 қыз, 2 бала. Менен үлкен болды, ол енді үйленіп кетті. Одан кейін олдың үлкенмен, содан кейін кішкене анамызға жақсы келін болса деген ниетпен келіп отырып қой. Өнер саласына жаңа қадам жасап келе жатсаңыз, менің түсінгенім бойынша сіздің мақсатыңыз белгілі бір әнші болу, дұрыс па? Құдай қаласа. Бірақ та әнші болу үшін енді оғанда көп жұмыс керек. Қазір нақты үйленуге дайынсыз ба деймін да, сол жағынан сәл күмәнданып тұрмын да. Енді ойыңыз басқа емес па дегенмен. Шеген өнер саласында жүргеннен кейін кейде әртістер жасырып алады, үйленгісі келмейді. Бірақ енді Шынар өзінен ұнатып көріп келгеннен кейін өз қалауымызбен өз қалауыма келіп отырмын ғой. Сондықтан барлығына дайынмын, үлкен өмір болсын, отбасылы өмір болсын. Қай жерде оқыдыңыз? Мен Тараз қаласында оқыдым. Тараз мемлекеттік университетінде. Қандай мамандығына? Мамандық енді техникалық жағы. Түсінікті. Нақтысын айтсаңыз. Нақтысы жеңіл өнеркәсіп технологиясының бұйымдары деген мамандық. Қатысушылар сұрақ қойсын ендеше. Ақжарқын. Қош келдіңіз. Бізде Шынар өмірде жан-жақты өмір сүретін қыз, бір саланы ғана алып жүрмейді, бірнеше саланы алып жүреді. Егер болашақта жұп болып жатсаңыздар, Шынар шетел мемлекетке барып біраз уақыт тұрып келейік десе қалай қарайсыз? Жұмысыңыздың бәрін тастап баруға дайынсыз ба? Мен ба? Иә. Әрине. Әрине. Жақтан ба? Сіз ойланып жауап беріп жатсыз ба негізі? Неқсы жауап сияқтаусыз. Мен сұрағыңыз түсінікті, бірақ енді сұрақ мына жақтан соғып жатыр екен, мен неға қарап отырмын. Сондықтан енді жаман ойламаңыздар, түсініп ма деп келсем, айтқаныңызға толықтай келсем. Демек, барлық жұмысыңызды, ісіңізді тастап, туған туыстарды тастап, Шынар біраз шетелде өмір сүрейік десе, артынан баруға дайынсыз.
енді бірақ сен жынды емессің ғой, артынан кетіп қалатын да, бірақ шамалы уақытқа бүйтіп. Енді өзі жауап беріп жатсыз ғой. Былай істейсіз істеймін. Шамалы уақытқа барып енді өзінің қалауы сол болғаннан кейін кішкене уақыт ел көрсін, жер көрсін деп барып енді ол да жалығады ғой, бір мемлекетте тұра бермейді. Содан кейін қайтадан Мысалы 3 жыл. 3 жыл? Жоқ, енді 3 жыл болмайды енді. Болмайды деді. 3 ай болады енді, 3 ай. Сондай болады. Жақсы. Сейсенбек аға. Біз қалауымды жалғастырамыз. Рахмет Марат. Мараттың орнын алып алған едім. Дегенменен қызық